Сәлем Айман, қалайсыз? Ой, саламатсыз, қалайсыздар? Тамаша. Бүгінгі күніңіз қалай басталды? Бүгінгі күнім өте керемет басталды. Таңертең тұрып ертесімен Атырау телеарнасына барып сұхбат беріп келдім. Одан кейін өзім жұмыстарымды жалғастырып, бүгін осы картинамды аяқтауға келіп отырмын. Тамаша. Айман, ендеше біз сұрақтарымызды бастасақ, жалпы енді сіз суретші ретінде осы бір сурет өнеріне итермелеген бір қандай себеп? Жалпы менің сурет өнеріне итермелеген ол менің анам. Анам өзі суретші, суретті жақсы салған, және сол өзі сабақ берген, суреттен ұстаз. Өзі сол менің жалғастырғанымды қалады. Маған өзі таңдау жасады, бірақ та мен оған өкінбеймін. Қазіргі таңда сол сурет өнерімен айналысып жүрмін. Демек, анаңыз себепкер, иә? Жалпы өзіңіздің туындыларыңыздың идеясы көбіне неден туады? Бір шынайы өмірден, бір оқиғадан аласыз ба? Әлде бір естеліктен, қиялдан туатын нәрсе ме? Идеяны жалпы бәрі суретшілер ізденеді, кітаптар қарайды деген сияқты. Мен өзім басында сол көп көрмелерге барамын, музейге барамын, сол суретшілердің сұхбаттарын тыңдаймын. Солай менде идея пайда болады. Алғашқы көрмеңіз есіңізде ме? Сол туралы айтып Әрине, 2010 жылы. Ол кезде мен университетте студентпін, бірінші курс. Сол кезде біздің жергілікті суретшілердің арасында мен суретім ілініп тұрған болатын. Жалғыз өзім болғаным сол кезде, как студент ретінде. Қалған бәрі атақты суретшілер болған. Басқа қаладан да келген. Сол кезде мен прям қатты қобалжып, күні-түні дайындалып, ол суретті салғаннан кейін қорғауымыз керек болды. Осындай қызылдары школ, кстати, содан өтіп, прямо сонда өзімді бір андай күшті звезда сезінесің ғой. Сондай болды менде. Ерекше бір есте қалды демек, да? Жалпы сіз үшін процесс маңызды ма, әлде нәтиже ме? Көпшілік шығармашылық адамдар енді нәтижесін бірден көргісі келіп тұрады да, процесс жалықтыруы мүмкін. Сізде қандай? Жалпы процесс маңызды деп айта аламын. Соның ішіне нәтижені де кіргіземіз. Қазір қандай суретпен? Қазір 3 балерина осындай салып жатырмын. Жалпы адамдарды салған жақсы көреді екенмін, мен көп адамдарды салады екенмін. Картинаны салуға жалпы қанша уақыт кетеді? Мысалында бұл картина уже 3-ші күні, бүгін уже аяқтаймын. Жалпы ұзақ салған жақтырмаймын суретті. Әр кетсе, ең ұзақтығы сол 6 күн сондай. Демек, шапшаң аяқтаған жақсы көресіз, иә? Сурет өнері сізге не берді, одан не алдыңыз бұл саладан? Сурет өнерім сабырлық десем болады, маған шабыт берді. Менің өзімнің сүйіп жасайтын жұмысым болып қалды. Сізді енді білеміз, Айман Шолпан студиясының негізін қалаушылардың бірі екеніңізді. Жалпы бұл студия қалай ашылды, қалай құрылды? Жалпы бұл жерді бір шығармашылық алаң ретінде қарайсыз ба, әлде бір арманыңыздың бір жалғасы ма осы? Жалпы кішкентай кезімізден, Шолпанмен негізім, кішкентай кезімізден әкем өзінің солай дүкен ашамыз деген, Айман Шолпан деп. Енді одан кейін біздер кішкентай болдық қой, содан кейін өнер саласында екеуміз осылай көрініп, оқып, білім алып жүргеннен кейін, танылып жүргеннен кейін, осылай өнер мектебін неге ашпасқа деген бізде ой туындады. Содан кейін осылай кішкентай нәрседен бастап, бүгінгі таңда өнер білім академиясы болып жатыр Айман Шолпан. Жалпы өте қуаныштымын. Біздің мектепті таңдайтын оқушылар саны өте көп. Соларды басты мақсатымыз тәрбиелеу, білімге, өнерге тәрбиелеу. Атыраудан мықты, білікті өнерді сүйетін жандарды тәрбиелеу демек, иә? Қазір енді қылқаламмен жалпы цифрлық планшет арқылы сурет салатын жандар бар. Сізде өзіңізде білуімше сол екі нәрсемен де айналысасыз. Жалпы айырмашылығы қандай? Жалпы екеуі де жақсы, екеуі де маған қатты ұнайды. Только осы планшет бізде соңғы жылдары пайда болды, соңғы тренд десек те болады. Екеуі де жақсы. Енді оңайырақ планшет, конечно, оған басып шығарып алуға да болады, көшірме жұмыстарын жасауға. Ең қиынырағы қолмен жұмыс жасау.
жалпы негізі қолмен жұмыс жасауымыз керек. Ол үлкен еңбек деп айтамын мен. бір суретшінің бойында болу керек қандай қасиеттерді айта аласыз? Суретшінің бойында шыдамдылық керек, сабырлы болу керек, көп іздену керек деп ойлаймын. Ізденісті талап етеді. Талап етеді. Көзбен көру керек. Айман, енді алдағы бір жоспарларыңызбен бөлісіп кетсеңіз? Жоспарларымыз өте көп. Осы Айман Шолпан өнер студиясына келіп жүрген, менен сабақ алып жүрген оқушыларға алдағы уақытта сурет көрмесін жасағым келеді. Жалпы жасап жүрміз. Каждый ай сайын бізде сондай бір план болады. Енді сол ай бізге жақындап келе жатыр, бұйырса. Сондай ой бар. Бір сұхбат соңында өзіңіздің бір айтар ойыңыз болса, көрермендерге мүмкін осымен сұхбатымызды аяқтасақ? Сіздерге көп рахмет. Маған хабарласып осылай келгендеріңізге, менің жұмысымды бағалап, осындай сұрақтар қойғандарыңызға. Жалпы адамдарға айтарым, только ізденісте болыңыздар, көңіл күйлеріңіз жақсы болсын, күліп жүріңіздер, позитивпен өмір сүрейік. Айман, рахмет сізге уақыт бөлгеніңізге. Сау болыңыз. Сау болыңыздар.